Абай айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Бұл әрбір жасқа ғана айтылған сөз емес. Бұл елге, жұртқа да айтылған сөз. Бірінші кезекте жас өзінің білімін алып, сол білімді тереңдетіп, бір саланы таңдатып, соны ғылымда жеткізсе керекті. Ал мемлекет ғылымға ерекше көңіл бөліп, сол арқылы әлемнің 30 ғана емес, алғашқы бір 10-дығына енсе ғажап болар еді. Ал ол үшін құр армандап, құр айтып қана отырмау керек, жаппай қарекет ету керек. Ал қарекет түбі берекет. Қусамдағы көңілдегі кей шерді көтер алмай жүрмін әлі еңсемді. Батырым деп қоздататын отымды мен сағындым, ел сағынды бейсенді. Қайран ағам кеуделерге от жаққыш, жамандықты ізгілікпен тоқтатқыш. Жылғыстар кеп жатқанда асығып, аспан жаққа ұшып кеткен әппақ құс. Бейсен аға, бейсен бауыр, бейсен дос, сүймегенге ешкім барып сүйкенбес. Шын жақсыны сағынбасқа шара жоқ, жүрек бәрін түсінгенмен ми сенбес. Қайда кетті жанашыры жұртының, қайда кетті тамашылы ұлтының, тоймайтындар қап кетті ме орнына, ойлайтындай тек қарын мен құлқынын. Басшы қайда ел мен жерге шын тұтқа, жақсы қайда жамау болған жыртыққа, қанағатқа, аманатқа кім ие, пенде біткен дүниеге антықпа. Ұйқыдағы ел оянсын деп қалайда, айтты бейсен Міржақыпта, Абайда. Ойлайықшы, қайда біздің қарекет, бәрі-бәрі тек айтуға оңайма. Көр кеудеңе гүл өсірмей боқ дейсің, онда саған баларадай жоқ бейсен. Соның жоғы гүлмен гүлді айырмай, от пен шоққа көбелектей көп күйсең. Соның жоғы рухыңдағы әлсіздік, соның жоғы намыссыздық, арсыздық. Жақсымызды қырып салған жау солай, өзімізді өзімізге жансыз қып. Әр жүректе бейсен иман, бейсен ар, оянбаса қайта қырар қойшолар. Қамданбаса қайда қарға азықпыз, ойланбасақ аю бізді жей салар. Көп ойымнан көңіл түсті, ой семді. Ойшыл елғып кім өзгертер тойшелді, қабілет тұл, қарекетін қылар деп, тағы кеп тұр, бейсені жоқ, бейсенбі. Егер Құдай маған тағы да аз ғана ғұмыр бергенде, мен қарапайым ғана киінер едім. Таң шапағымен оянар едім, жан тәніммен шуаққа ұмтылар едім. Жас балаға қанат берер едім, және оны ұшуға өзім баулайтын едім. Мен әрбір адамның шыңның басына шығып өмір сүргісі келетінін түсіндім. Бірақ шынайы бақыт әдетте сол таудың етегінде тосып тұрады. Иә, біз бәріміз де бақытты болғымыз келеді, бақытты өмір сүргіміз келеді. Ал соның бір сыры бақытты болатынына сенген адамдар және соның жолында харекет жасаған адамдар ғана бақытты бола алады.